Айгөлек екінші рет тұрмысқа шықпақ. Өзінің сүйінші хабарын әлеуметтік желіде өз парақшасында бөлісті. Қазірше жолдасымның түрі жасырын бола тұрсын. Өйткені Асекең ұнатпайды. Көпшілікке өзін көрсеткенді. Сол үшін де мен қинағым келмейді. Главный екеуміз бақытты ғұмыр кешейік. Ұлым да Асекеңе үйреніп қалған. Біз қызбен жігіт боп жүріп жүрген кезде-ақ әке деп айтатын. Ұлыма ешқандай да стрессовый период болмайды деп ойлаймын. Барша құттықтауларыңызды қабыл алдым. Алтын оқырмандарым менің. Мен күлсем күліп, мен жыласам жылап, менімен бірге болатын әрдайым. Қиын сәтті демеу болған оқырмандарым, сіздерден айналдым. Енді әлеуметтік желіден жоғалып кетпей, күнделікті белсенділік танытып, өмірімнің бір 15%, 20% болсын салып отыратын боламын. Біз үйленуге шешім қабылдағанша, арамызда қаншама қиын сәттер болды. Біресе екіге кеттік, қайтадан қосылдық. Бір түсінгеніміз, екеуміз де бір-бірімізді қатты жақсы көреді екенбіз. Жас айырмашылығына қарамай бір-бірімізді сүйеді екенбіз. Ал түнгі сағат 2:30. Санайым бар. Холодно. Ал бізді всегда выручать ететін. Қандай уақыт болмасын, түн болсын, таң болсын, кеш болсын. Үйде жатсам да алып кетеді. Бегнар бауырымыз. Давай обзор на меня. Тоқтасай айтып алайын да. Астына аккаунтын қалдырып кетсем, андай профессиональный love story, любой той-пой ұра береді, короче, любой нәрсе. Ұра береді. Біздің енді көріп отырсыздар, көбінесе видеоларымызды осы бала түсіреді, кей жағында Нуриман деген енді түсіреді. В основном негізі осы бала. Сол ғой мен ғой. Мен ғой десей. Обзор менің девушкама. Куртка, новенький. Шапка, ақыркеники. Сосын. Болды ма? Остальное свое же. Фон сыйланып кетті. Ұтып алған жанның эмоцияларын көрдіңіздер. Сіздерге де соны сезінуді тілеймін. Өйткені бізде айфондар көп әлі. Ең бастысы ертең 28 күні Лена ханымның бьюти марафонының стартын өткізіп алып жүрмеңіздер. Кешеме жүрген Әлбек бұл жаңа ғана беріп тұрған маған, представляешь? Это же новогодний сет ұсталады. Мынандайды алдыңғы жаңа жылда екеуін алып бітіріп тастаған мен уже. Новенький. Здесь кажется новый. У меня другой кейс был. Что-то от кейса. Та-да. Рахмет. Мен не ожидал. Туған күніне деп қаншадан айтып жүрген ғой. Туған күн подаркасы тұр, алып келе алмай жатырмын деп. У меня как раз не было маленькой черной сумки. Это очень приятно. Спасибо тебе большое. Кеш достар, қалайсыздар? Біз деген қайныммен. Привет де. Привет. Қарап айтсай? Қарап айтсай? Қайныммен новогодный заттар алуға келдік. Бұйыртса бүгін енем келе жатыр Индиядан. Соған үйде бүгін салат жасап, тамақтар жасап. Енді қазір осындай новогодный елка алдық. Қазір Ахмат екеуміз үйге барып, на елканы құрамыз. Күшті етіп новогодный атмосфера жасаймыз да. Елка бар ма? Иә. Ахмат қандай маска алғын көрсетші? Ясынан қорқытамын деп, короче, мынандай нәрсе алып. Сен өзің түрін қорқынышты ғой, не істейсің масканы? Ойнап айтам. Жүр кеттік. Ол қазір процесс саламыз. Иә? Процесс саламыз қазір. Күшті ғып. Процесс деген елканы құрып атқан кез. Не ұмыттым десем. Прям ұмытып кеткен. Бүйтіп әжіберді бүйтіп. Менде біледі кішкене ше. Жемей құш бана тиш бар. Холодный жақтан. Ол ма телевизор ма? Тиш бар. Қарап тұр екен да. Просто іште етпей ма? Біздің артымыз теріс қарап тұрады десін.
бүйтіп андай аудара салғанмын ғой. Ас болсын. Амин. Жемесек те дәмді екенін білмеп тұрмын. Апасы, ата тамақ. Ке, тамаққа. Витаминді алып келейін сұрап жатыр. Клиникпін ғой достар. Мен бір пысықтығым ұстаса, 1-2 сағат жетеді маған. Пұрр етіп үйдің барлығын жинап шығамын. Негізі үйдің шаруасынан мен қашпаймын. Бірақ уақыт жетпей кетеді. Бала қарап, тамақ істеп, үй жинап, посуда, шай, анау мынау. Үйде адам көп болғаннан кейін уақыт болмай кетеді барлығына бірдей үлгеру. Осылай иногда үйде жинап аламын. Бүгін манты істедім, пысық болып. Негізі я пысықпын ғой, тамақты да істеймін, неше түрлі үйді де жинаймын, баланы да қараймын, барлық қолымнан келеді. Бірақ менде көмекшім бар. Қазір көмекшім январдың 10-на дейін демалысқа кетті. Сол үшін қазір барлығына өзім үлгеріп істеп жатырмын. Бірақ бәрін өзім істейтін болсам, энергиям таусылып қалады. Мен прям шаршап қаламын, әбіржіп кетемін үйде ше. Ал мен неше түрлі контент түсіргім келеді, рекламаларым бар деген сияқты тұрақты. Чем үйде барлығын істеп жүргенге қарағанда зарплата төлеген ыңғайлы маған көмекшіме. Сол себепті солай. Қазір демалыста, сол үшін бәрін өзім істеп жатырмын. Әбіржіп кеткенімде сол, дұрыс контентіме де көңіл бөле алмай жатырмын. Вот. Новый годқа ешкімнен ешқандай подарка күтпеймін, бірақ мен дәл қазір панам шоколаде жегім келіп отыр. Панам шоколаде. Әшін айтып жатқан ғой.